Қымбатты отандастар, сіздерді тәуелсіз еліміздің әрбір азаматы үшін айтулы мереке республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекетіміз ғұмырлы болсын деп тілек білдіре отырып, Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының оқырманы ретінде республикалық желбірек көк байрағы қазағымның атты челленджіне жүректен шыққан жыр жолдарымды ұсынуды жөн көрдім. Қазақстаным дүрсіл деген жүрегім, ата заңым арқа сүйер тірегім. Тәуелсіздік ақ арманы бабамның, тамыр терең мол тарихты ұл елім. Байтақ елім бұйырған қан терменен, батырларым намыс қолдан бермеген, ұшқан құстың таларлықтай қанаты, ұлан асыр неткен біздің жер деген. Тілім де бар оралымды, байқұнды, түн қорғаған ерлерім бар айбынды, көкте Алла қолғап тұрса халқымды, білмеспін мен уайым мен қайғыңды. Ұл қызым бар, сана салтын сақтаған, дарындар бар, тасқындаған, жақпаған, білегіміз кетпей тұрса бірліктен, рухым еркін, ұлы істерді атқарам. Бағындырып биік шыңын белестің, еңсесі тік зор елдермен теңестім, өткенінен ұялатын жер қарап, болашағы бұлдыр халық емеспін.